Сенің не сұрағың келіп отырғанын, сенің не қажет етіп отырғаныңды Алла біледі. Бірақ сен қабыл етпеді деме. Кейде сенің сұрағаныңды қабыл етпеуі Алланың сенің сұрауыңа жауап беруі болып табылады. Өйткені кейбір жағдайда сол бізге пайдалырақ. Сен ойлайсың, пендешілікпен қол жайып сұрап едім, құрбан шалып сұрап едім, Алла бермеді дейді. Жо, Алла бермейді емес. Береді. Беруіне сенің сол дұғаңды қабыл етпеуі бәлкім саған қайырлы бол. Саған қайырлы болған нәрсенің барлығы ол Құдайдың бергені. Сен дүние сұрадың, Алла қазір бермеді. Сен ойлайсың бермейді деп, бірақ сол бермегені жақсы болды саған.